Баршаңызға қайырлы күн болсын. Сіздермен болсын Сәбитқызы. Бүгінгі видео сабақта мен сіздерге VO3-пен жасалатын видеоның жасалу жолын көрсететін боламын. Қазіргі таңда TikTok, Instagramға кірсеңіздер, үлкен возрасттағы ата-апалардың бір күлкілі, ойға сыймайтын видеоларын көріп жатырсыздар, Сол VO3-пен жасалатын видеолар болатын. VO3-пен 8 секундтық мультфильмдердің бірнешеуін жасап, 2-3 минуттық мультфильм жасап шығаруға да болады. Және де VO3 арқылы сіздер белгілі бір компанияға, не болмаса белгілі бір товарға жарнама видео жасауларыңызға да болады. Олай болса, мен жасаған видеолардың біреуін ашып көрейік. Логик бола алмайсың. Ұлбосынның YouTube каналына жазыл. Жасанды интеллектпен жарысуды үйрен. Осындай видеолар жасау үшін бізге ChatGPT, Gemini және VPN қосымшасы керек болады. VPN қосымшасына кіреміз, және кіргеннен кейін бізде осындай жазу пайда болады. Астындағы көк жазудың үстінен басамыз. Енді бізде осындай бет пайда болады, бірақ ешқайсысын баспаймыз. Назад басамыз. Жоғары жағында бізде местоположение белгілейтін функция бар, соның үстінен басамыз. Міндетті түрде осы жерде Нью-Йоркты таңдайтын боламыз. Енді бізде осындай запрос на подключение шығады. Окей басамыз. Подключение жүріп жатыр, Арасында негізі реклама болады. X-ті басып шығып кетеміз. Вы подключенный деп тұр. Уже біз VPN-ға қосылдық. VPN-ға біз подключенный болғаннан кейін Gemini-ға кіреміз. Перейти басамыз, ең астыңғы жақта көк кнопканы. Және осы жаңағы немен информациямен таныс болғаннан кейін астында использовать Gemini деп тұрады, соны басамыз. Міне біз Gemini-ға сәтті тіркелдік. Енді ең жоғарғы жағындағы 2.5 Pro деген кнопка, соны басамыз. Және ең астыңғы жағында бізде перейти деген кнопка пайда болады, соны басамыз. Gemini жасанды интеллектісінде 1 ай тегін қолдана аласыздар. Яғни сіздерге күніне 3 видео жасап береді. 8 секундтық қана видеолар жасап береді. Және сіздер 1 ай тегін қолданасыздар да, одан кейін 9990 теңге сізден алынады. Сол үшін, осы ақшаны алмас үшін сіздер Каспийдағы оплата в интернете доступты жауып тастасаңыздар, сізден алынбайтын болады. Яғни сіз 1 ай тегін қолдана аласыз. Жаңа айтқандай 8 секундтық видеолар жасап береді, 3 видеоны жасайды күніне. Және де сіздерге бір лайфхак айтайын. Осы Gemini-ға сіздер бір аккаунтпен ғана тіркелмей, бірнеше 4-5 аккаунтпен тіркеліп, бір күнде мысалға 10-15-20 видео жасап, егер де сіз шағын мультфильм жасап атсаңыз, сол 8 секундтық видеолар жасап, біріктіріп 2-3 минуттық бір видеоролик жасап шығаруға болады. Ал кеттік, олай болса, подписканы оформить етеміз. Принять деген кнопканы басамыз. Және бізден картаңыздың данныйларын жазыңыз деген бет пайда болады. Менде картамның данныйлары жазылып тұрғандықтан осындай бет шығып тұр, Өзім картамның жаңағы данныйлары шығып тұр. Бірақ сіздерде жаңадан тіркелген кезде, егер де Google аккаунттарыңызға картаның данныйлары сохранить етілмеген болса, картаңыздың данныйларын толтырып шығасыздар. Және толтырып болғаннан кейін астындағы подписаться батырмасын басамыз. Енді видеомызды жасай берсек болады. Ол үшін ChatGPT-ға кіріп, амандасып аламыз. Сәлеметсіз бе, маған көмегіңіз керек деген сияқты. Және өзіміздің дайындап қойған мәтінімізді ChatGPT-ға апарып көшіріп қоя саламыз. Мен алдын ала мәтінімді дайындап қойған болатынмын. Чтобы уақытты кетірмеу үшін набирать етіп отыруға да уақыт кетеді. Сондықтан мен 3 оқиғаны жазып алып дайындап қойдым. Осында мәтінді көшіріп аламыз да ChatGPT-ға апарып саламыз. Сіздерде осылай жазсаңыздар болады, уақытты жоғалтпау үшін алдын ала оқиғаңызды дайындап қойсаңыздар болады. Не болмаса ChatGPT-ден сұрасаңыздар болады, идеяны өзі жазып сценарийін, оқиғаларды бірнеше варианттарын жазып беретін болады. Осылай жазамыз, маған VO3-ке арналған промпт керек деп, және де міндетті түрде, егер де видеода қазақша айту керек болса, маған әжей қазақша айту керек деп, міндетті түрде қазақша деп жазуларыңыз керек. Не болмаса, сіздерге промптты ағылшынша жазып берсе, видеода ағылшынша сөйлейтін болады. Детальдардың бәрін жазуларыңыз керек мұнда.
көшіріп аламыз да жазып берген промптты Gemini'ға әкеліп қоямыз. Мұнда көріп тұрсаңыздар, өзі видео деген кнопка жанып тұр, көк түс жанып тұр. Және промптты жазып болғаннан кейін 1-2 минут күтеміз. Егер де сіздерге видеоны жасау мүмкін емес, жасай алмаймын деген сияқты сіздерге жауап берсе, онда сіздер былай жазасыздар: сделай мне по твоему промпту деп жазамыз. Мұнда видео жасамау деген нәрсе жоқ, жасап береді міндетті түрде. Егер де промпттарыңыз ұзақ болса, онда ChatGPT-ға кіріп, маған қысқа промпт жазып беріңіз деп жазсаңыздар, сіздерге тағы да промпт жазып береді. Видеомыз дайын болды, көрейік. Сен де осындай видео жасағың келе ме? Онда Ұлбосынның YouTube каналын қара. Видеоны өзімізге жүктеп алсын, жоғары жағында жүктеу деген кнопканы басамыз, және біздің галереямызға келіп түсетін болады. Келесі видеоларды да дәл осы жолмен жасайтын боламыз. Егер де видео пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Осы кремді алу үшін сілтемеге өтіңіз. Калуша. Видеоның соңында қыз басқа тілде сөйлеп кетті. Видеомыз дұрыс шыққан жоқ соңғы жағы. Сол үшін CapCut арқылы ол қыздың дауысын өшіріп тастап, аудио қоюымызға болады. Тақтадағы А әріпі. А әріпінен басталатын қандай сөздерді білесіңдер? Осындай VO3 видеоны тағы да бір жасалу жолы бар. Интернетке жазамыз, VO3 деп жазамыз. Яғни мұнда сіздер Gemini қосымшасын жүктемей-ақ через Chrome арқылы да жасай берсеңіздер болады. Бізге міне бірнеше сайттарды шығарып берді. Осы жерде Google DeepMind деген сайтты таңдайтын боламыз. Сайт міне ашылды. Осы жерде міне Gemini және Fluff деген сайт шығып тұр. Осы екі сайтпен де VO3 видеосын жасауға болады. Бірақ мен өзім Gemini қосымшасын қолданамын, себебі маған Gemini қосымшасының функциялары ұнайды. Видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар, және де менің YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Осындай пайдалы жасанды интеллект туралы видеоларды алдағы уақытта салатын боламын.